Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен 6 сынып Арман ПВ баспасы 2 бөлім туған жер тұғырым тақырыбын талқылаймыз. Сабақ басталмас бұрын айтып кететін жағдай, видеоны көрмес бұрын тіркеліп, лайк басып қолдайтын болсаңыздар, егер белсенділіктеріңіз жоғары болса, онда үй жұмысын жазбаша түрде өзіміз бірнеше нұсқаларын салатын боламыз. Ал қазіргі уақытта сіздерге бағыт беріліп, үлгі ретінде ықтимал жауаптарын ғана ұсынамыз ГДЗ-дан. Жақсы, ендеше бірінші сұрақтың жауабында бірінші мәтінді оқуымыз керек, және оған жауап ретінде мәтіннің не туралы екенін айтуымыз керек. Мәтін бұл жерде туған жер туралы, туған жердің қашанда ыстық, киелі, қастерлі екендігі айтылған, және туған жерге деген сүйіспеншілік пен құрметтің жоғары болу керек екендігі туралы айтылған. Екінші сұрақ, мына жердегі сұрақты оқып жатырмыз. Кейіпкерлердің әрекетінен қандай ұқсастық байқадыңдар? Жауабы: екеуі де туған жеріне асығып көруге зар болған. Сол үшін де туған жеріне келіп, топырағына бір аунап, ауасымен дем алып, шаттыққа кенелген немесе қуанған деп айтуға болады. Жақсы, келесі екінші тапсырма. Бізде ереже бар. Ереже бойынша бұл жерде дыбыс екпіні туралы айтып тұр. Дыбыс екпіні. Дыбыс екпіні дегеніміз бұл екпіннің бір түрі. Дыбыс екпіні аты айтып тұр. Бір дыбыстың ішіндегі дауысты дыбыстың созылып айтылуы. Ол біздің көңіл күйімізді білдіреді, немесе жабырқап тұрғанымызды білдіреді. Мысалы, қап, әттеген, немесе жарайсың, бәрекелді. Бізде бір әріп созылып айтып тұр. Ол қандай әріп? Міне, көбінесе дауысты а. Яғни екпін деген ударение. Соған екпін түскеннен кейін ол созылып айтылып тұр. Келесі. Берілген мәтіннен екінші тапсырмада не істеу керек? Ғажап, ғажап, кіріңіздер, ойпырмай, әдемі, сұмдық деген керемет, көп рахмет дегенді дыбыс екпініне бөліп жазу керек. Ғажап, ғажап, кіріңіздер, кіріңіздер. Қараңыздар, кілең дауысты дыбыстардың барлығы бізде бөлініп айтылып отыр. Ойпырмай, ойпырмай, әдемі, әдемі, сұмдық, сұмдық. О әріпі дыбысы бізде созылып айтылады. Керемет, керемет дегенде осы дауысты дыбыстардың созылып айтылатынын байқап отырмыз. Келесі, бізде мәтін берілді. Сол мәтін бойынша адасқан ақпараттар кестесінде берілген ақпаратты оқып, дұрыс не бұрыс екенін көрсету керек. Бұл жерде міне дыбыс екпіні сөздегі бір дыбыстың көтеріңкі айтылуы. Ол дұрыс па? Әрине дұрыс. Яғни бұл жерге плюс белгісін қоямыз. Келесі, сөз екпіні сөздің бастапқы буынына түседі. Бізде бастапқы емес, соңғы буынына түседі. Демек, бұл бізде бұрыс болады. Келесі, сөз екпіні тұрақты емес. Тұрақты емес, бұл тұрақты. Тұрақты емес, яғни бізде тұрақты емес, бұл бұрыс болады. Және екпін түспейтін сөздер мен қосымшалар болады. Әрине бар бізде екпін түспейтін қосымшалар. Бұл бізде дұрыс болады. Бізде қандай қосымшалар? Мысалы, мами, баби, папе, мұн мен бұн жіктік жалғаулары бізде қосымшалар түспейді дедік. Сөз екпін сөздің бір буынның көтеріңкі айтылуы, бұл дұрыс. Яғни бір сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы дедік, иә? Жақсы, бұл ережеге бойынша ақпараттардың дұрыс қате екендігін біз толтырдық. Келесі, төртінші тапсырма. Өлеңді түсініп оқып, лирикалық кейіпкерге мінездеме жазыңдар. Кейіпкердің туған жеріне деген сүйіспеншілігін сипаттаңдар. Ең әуелі, мына өлеңді толықтай оқуымыз керек, мінездеме жаза алу үшін. Жазғаннан кейін міне оны былай жазуға болады. Ықтимал жауап: туған жерге деген сүйіспеншілік ерекше екенін байқаймыз бұл өлеңді оқығаннан кейін, және барлығы ол үшін ыстық және алтындай бағалы, қол жетпестей көркем, барлығы таныс, барлығы жақын, көзге оттай басылады. Яғни туған жерге деген сүйіспеншіліктің сипаттайтын сөздер бізде қайсысы? Барлығы таныс, барлығы жақын, көзге оттай басылады. Келесі және соңғы 5-ші тапсырма. Жоғарыда берілген патриотизм ұстанымдарын өздерің жалғастырыңдар. Сөз және дыбыс екпіндерін қойыңдар. Өз ұлтын, жерін, елін, ана тілін жаныңдай сүю, сүю. Ю дегенде имен у естіледі. Қорғай білу, көркем, қастерлеу, құрметтеу, көздің қарашығындай қорқау. Патриотизм ұстанымын, яғни патриотизмді білдіретін сөздер бізде осы болып саналады. Балалар, сабақ түсінікті болған болса, каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Егер шынымен де қаралымдарыңыз, белсенділіктеріңіз жоғары болса, осы кітаптың бүкіл тапсырмаларын тұрақты түрде салып отыратын боламын. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.